Қайырлы күн болсын арда қазақ. Жалпы біз енді мынау емге келген адамдарға мынау тамақтану тәртібін көрсетеміз ғой енді. Мына жерде жай мына кісілер сұрағаннан кейін айтып отырмын. Жалпы біз енді ана тамақпен бірге су ішпеңдер дейміз, иә? Сумен бірге тамақ ішпеңдер дейміз. Осыны адамдар дұрыс түсінбей жатады да. Ол неге бұрын барлығы жасап жатыр ғой солай. Тамақпен бірге тамақ ішіп алады, міне мынандай сорпаны барлығын жеп алады да, содан кейін 5 кесе шай ішеді қант салып отырып. Одан кейін жаңағы шоколад, пирожныйды жейді. Барлығы жеп жатыр ғой дейді. Бізді құртып жатқан осы. Барлық адам сөйтіп жеп, былықтырып, анау жеке аурухана болса да, мемлекеттің ауруханасы болса да, қаптаған адам. Аптеканы қарасаңыздар, қаптаған адам. Неге? Адамдарда салмақ кеткен, ұйқы жоқ, қант, диабет, қан қысымы, осы аурулардың бәрі көбейіп кеткен. Неге? Мына тамақты сорпамен бірге шай ішкен, сорпамен бірге жаңағы түрлі сусындар ішкен. Соның кесірінен атам қазақ тек қана міне мынандай құртты қатып, құрт дейма, қатық дейма әр жерде, міне осындайды мынаны салып отырып, неше түрлі наурыз көже сияқты қылып ішкен. Қазір заман жақсы, Аллаға шүкір. Түрлі салаттар бар. Міне мынандай қызылша бар. Түрлі-түрлісін алып жеңіздер. Бұның барлығы қанды күшейтеді. Міне қазір адамдарда темір жетіспейді, анемия дейді, анау мынау барлығының кесірі айналып келгенде мына тамақ мәзірі дұрыс емес. Біздің салауатты тамақтануды білмейміз. Дәстүрлі дастарханымыз қазір жойылып кеткен. Міне соның бірден бірі мынау қазақи кәдімгі сорпамыз. Сүйек қайнатасыз ба, ет қайнатасыз ба? Соған қосымша кез келген дәнді дақыл, кез келген тамақты қосып жеңіздер. Тек қана онымен бірге шай, ешқандай сусын ішілмеу керек. Мынандай сорпамен бірге мынандай қатықтар қосасыздар. Болмаса шұбат болса қымыз түр-түрін, болса айран, тағы немене неше түрлі мынандай қатықтар бар, соларды қосып ішсеңіздер, иммунитетті көтерудің ең бір керемет жолы осы. Бізге келген адамдарға біз бірден ас мәзірін өзгертеміз, дастарханын. Су ішу тәртібін реттейміз, тамақтану тәртібін реттейміз, өмір тіршілігін реттейміз. Сонда адамның өмірлік қуаты бірден артады, иммунитеті. Сонда қарасаңыздар, иммунитет дегеніміз қалай көбейеді? Тамақ пен шайды, суды араластырмағанда. Мынандай тамақ ішкеннен кейін 1,5-2 сағаттан кейін барып суыңызды, шайыңызды ішсеңіз болады. Неге деп айтады біреулер. 1 сағат болса не болады деп. Өйткені адамның асқазанына мына тамақ барып 1,5 сағат онда қорытылады, шайқалады. 1,5 сағаттан кейін дейді ішекке өтеді. Сол кезде асқазан босағанда сіз түрлі сусынды, суды алып, плюс 35-тен жоғары 40-тың арасында ішсеңіз денсаулығыңыз мынандай болады. Сонда ғана ішкен жеген тамағыңыз сіздің бойыңызға дариды. Қанның құрамы күшейеді. Иммунитет, өмірлік қуатыңыз артады. Сонда сіз Алла бұйыртса, өзіңіз осыны жасасаңыз, дұрыс тамақтану, салауатты, дәстүрлі тамақтану жасасаңыз, дәріхана, аурухана деген талайын ұмытасыздар, Алла бұйыртса. Тек қана осыны жасаңыздар, міне. Бұны мен шығарып отырған жоқпын. Атам қазақ баяғыдан осылай мынандай сорпа, тамақ барлығын ішкен, онымен шай ішпеген, артынан 1,5-2 сағаттан ішкен. Мен мынау шығыс халқында, Корей елінде 4 жыл өзім тұрдым. Сол жақта, ол жақтарда салауатты, ұлттық дәстүрлі тамақтану әлі күнге дейін бар. Тамақпен бірге бір ұрттан су ішпейді, шай ішпейді. Тамақ қорытылғаннан кейін 1,5-2 сағаттан кейін барып шай ішеді. Сондықтан әр қазақ менің жалғызым, дастархандарыңызды реттеңіздер. Балаларыңыздың өмірлік қуатын арттырыңыздар. Ол өмірлік қуатты арттыру ең әуелі осы дастарханнан тамақ пен суды, су мен тамақты араластырмай ішкенде болады. Тамаққа дейін суды 40 минут бұрын ішу керексіздер, шайды, суды. Тамақтан кейін 1,5-2 сағаттан кейін. Сонда ғана керемет болады. Енді сонда ұзын сөздің қысқасы, бұл мына тамақтар өте арзан. Бұл жерде мен күнделікті тамағым ғой, енді Аллаға шүкір, Аллаға сан шүкір. Ал күріш қол жетімді, қарақұмық, гречка қол жетімді, тары
қол жетімді. Қара нан, Аллаға шүкір, қол жетімді. Қазақтың бидай талқаны, тары талқаны, жүгері талқандары қол жетімді. 40 қабат қол жетімді. Ал мен сіздерге рестораннан сондай қымбат тамақ іш деп отырған жоқпын ғой. Елдер осыны түсінбейді. Сонда не жейміз дейді. Қант қосылған тағам болмайды десең, онда не жейміз деп шығады ғой. Мына жерде қарасаңыздар, бір тамақ жоқ қой біздің күнделікті міне. Балдан басқа түк жоқ. Тәтті. Сондықтан бұрын ата-бабамыздың қайсысы, қай атамыз, қай апамыз қант жебеді. Қайсысы варенье жебеді. Қайсысы вафли жебеді. Қайсысы кола жебеді. Энергетик жебеді. Міне қазіргі 1000 ауру сол қанттан шығып жатыр. Түрлі трансмайлардан шығып жатыр. Сондықтан ел болам десеңіздер, бесіңізді түзеңіздер, содан кейін дастархандарыңызды түзеңіздер. Бала шағаларыңыздың киімін, ұлтарағын реттеңіздер, былай айтқанда. Сонда ғана біз сау салауатты ұлт боламыз. Міне, мынаның барлығы Аллаға шүкір қол жетімді, арзан. Өздеріңіз салыстырып көріңіздер. Дөнер қанша тұрады? 1 кило тары қанша тұрады? 1 кило тарын сіз 1 ай жеуіңіз мүмкін, 1 дөнерді сіз 1 ақ асай саласыз. Міне оны жасайсыз ба, жасамайсыз ба, ол өзіңіз білесіз. Бірақ сау ұрпақ тәрбиелеу үшін, өзіміздің деніміз сау болу үшін бізде басқа амал жоқ.